Assalamualaikum, құрметті қазақ елі. Бүгін 13 ақпан 2024 жылы сағат 17:10. Құрметті Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа Шымкент қаласының тұрғындарынан қояр уәжіміз бар еді. Училище және кредит бойынша мәселені бюджетқа қою бойынша. Сол бойынша атап өтетін жайт, біріншіден утилизация алымының кесірінен халық жаңа көлік міне алмай отыр. Біз алымның ол түріне қарсы емеспіз, бірақ утилизация алымын жүруге жарамсыз болған ескі көлік иелері төлесін дейміз. Жаппай төлету өмірге келген сәбиге көр қаздырып қоюмен бірдей нәрсе. Екіншіден, алғашқы тіркеу кезінде төлем өте қымбат, оның құны елімізде жеңіл көліктер үшін 1.900.000 теңгеден басталады. Үшіншіден, осының бәріне кеден алымдарын қосқанда ол да өте қымбат. Қазақстандықтардың айлық табысы ескерілмеген, бір-біріне сәйкес келмейді. Сол себептен біздің Қазақстан Республикасының президенті мен үкіметіне қояр талабымыз, халыққа керектісі бар заңдар қайта қаралу керек. Біз ел экономикасына нұқсат келмейтін варианттарды ұсына аламыз. Келісім үстеліне отыруға дайынбыз. Келісеміз ба, жігіттер?